Давайте жигде осы видеоны привилегісіне болады. Және де достар, осы видеоны лайкпен көрулеріңізді сұраймын. Қолдап отыруларыңызды сұраймын. Қазақты қазақ қолдамағанда кім қолдайды? Және де достар, осы видеоны до конца көрулеріңізді сұраймын. Просто до конца көрулеріңізді сұраймын. Мерстің ат-чашкасымен топ-1 аламын. Давайте до конца көріңдер. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Олжи достар. Бүгінгі видео өте керемет видео болды. Өйткені бүгінгі видеода мен сборный чешнидағы мерстің настройкасымен топ-1 алуға бола ма деген видео түсірейін деп отырмын. Оның настройкасын қазір дәл сіздерге көрсететін боламын. Әрине мен Битотрatoff'та достар, Битотрatoff'та топ-1 алуға бола ма деген. Қараңыздар достар. Обзор бәрі 100. Ең 8 прицел достар. 8 прицел мен әрине 50-ге қойып қойғам. Негізі ол 20 достар. Ол негізі 20. Сондықтан да сіздер дәл осылай қоясыздар. Сборный чешнидағы мерстің настройкасы, яғни сборный чешнидағы ең кішкентай сол достар. Және де осыған қоясыздар. Оның ат-чашкалар просто бомба достар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Көшін достар, қазір қарап тұрғандарыңызда бізде бірінші раундқа да келіп жеттік. Енді бірінші раундта кім ұтатыны әлі белгісіз. Және де менің тиммейттарым AFK болып қалмаса достар, бізге смело болады достар. Және де менің гильдияма, біздің гильдиямызға кіргілерің келсе, комментарийге жазып кетіңдер. Және де мен мықты ойнаймын достар. Ат-чашкам просто бомба деген адамдар осы видеоны қарап отырса, айдияларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Бізде, яғни біздер гильдия турнирға күнде шығып жатыр. Сондықтан да бізге 4-ші адам бір мықтылау адам керек. Сондықтан да достар, так что қазір сен өзімді мықты ойнаймын деп санайтын болсаң, айдиңды описаниеге қалдырып кет. Және достар, өздерің өте керемет лайктарыңды, комментарияларыңды жазуды ұмытпаңдар достар. Және достар, менің идея қалмады енді. Кімде идея бар, сол комментарийге жазып кетсін достар. Мен оны оқып, міндетті түрде оның видеоға қандай идея салғанын айтатын боламын достар. Енді мынаяқтарда адам жүр. Енді осылар просто ат-чашкасын қадап жіберемін десек, енді болмай қалады екен. Так, енді 110 ат-чашка раш. Ма достар, енді осындай 118 мен басып тұрып ойнаймын. Қатты 118 мен қатты ойнай алмайды екенмін достар. Кешіресіңдер енді просто. Енді ана тиммейттарым не істейді? Натури ұтылады деген ойдамын. Өйткені аналар жоқ, дұрыс, ұтасыңдар, пацаны ұтасыңдар. Біреусі құлады енді. Бірге бір қалдың, давай. Енді мынау қызға сенеміз. Давай, хорош. Енді достар, арна тіркеп лайктарны басып отырыңдар. Және де кімде қандай идея бар, комментарийге жазып кетіңдер. Мен соны міндетті түрде оқып, ответ қайтарып, осының сенің идеяңды істеймін деп комментарийге жазып кететін болам. Достар, просто алдыңғы видеоға просто өте керемет лайктарыңды басып салсыңдар. Давайте осы видеоға да дизлайк емес, просто лайктарыңды басып салсаңдар достар. Қазір достар, енді екінші катка точно айырамыз деген ойдамын. Мен диглмен нормально ойнаймын, просто ат-чашкаларым өте керемет деп ойлаймын достар. Енді айттым сіздерге, біздің гильдияға кіретіндерің болса, кіріп кетіңдер. Кірем дейтіндер болса, мен айдиін жазып кетейін. Кіріңдер, өздерің айдияларын тастап кетіңдер, мен сендерге дұрыс тастаймын. Достар, қандай идея бар екен ұмытып кетпеңдер. Және достар, біз гильдияласпен айтып кеттім, жаңа гильдияластармен қанша көп турнирға шығып жатырмын деп, сол видеоларды түсіріп жүрмеймін, просто түсіріп салайын ба деп айтып жатырмын. Видеоға түсіріп салайын ба достар? Салғанымды қалайсыздар ма? Қалайтын болсаңыздар, давайте лайктарыңызды басыңыздар, және комментарий жазып кетіңіздер қалаймын деп. Енді достар, біздер дейтін қазір не істейміз? Енді мыналарға өзіміз атып жатырмыз. Енді просто диглдың дәлденбейді вообще. Вообще дәлденбейді. Қазір достар, біз 4-ге 3 ойнап отырмыз. Қараңыздар, біреусі вроде жоқ, немесе біз өлтіріп тастадық. Так, мынаған ат-чашкасын танисаң просто болмайды достар. Енді бұл мерстің ат-чашкасымен қандай автоматтарда болатын енді өздерің көріп тұрсыңдар. Просто бомба достар. Мерстің ат-чашкасымен достар, мен негізі ойнамаймын. Мен барлығын 100 қылып, ең соңғы 8 прицелді ғана 50 қылып ойнаймын. Сонда достар, ат-чашка өте керемет ат-чашкалар кетеді. Бірақ ол достар, телефонның маркасына қарай. Мысалға, әркімдікі әрқалай A7 және тағы да басқалары болады, iPhone дегендерге. Солар достар. Үшін достар, ендігі видео Кадыров, яғни сборный чешнидағы Кадыровтың настройкасымен топ-1 алуға деген видеоны шығарайын ба? Сол видеоны шығар дейтінден болса, смело достар, маған смело достар,
Оның настройкасын мен білмеймін, ну сендер үшін қай жерден болсын да тауып алам. Давай сендер мен үшін просто тегін тұрған лайктарыңды басып кетіңдер достар, иә. Просто тегін тұрған лайктарыңды басып кетіңдер. Және достар, енді біздер қазір өзіміз таштетеді деген ойдамыз, таштетеміз деген ойдамыз. Так енді мына жақтарда осыларға шықса енді отчашкасын просто қадап жібереміз. Менде 2 стенка достар, енді стенка көп стенка болған достар, от души қойып ойнаймын. Ал бұл кезде есе хпым бір 100-ден бері қарай болып жатқанда ғана стенка қоямын достар. Былайша негізімен достар, стенка көп болса смело қоя берем, бірақ жанып кетсе де қоя берем достар. Так енді мына жақтарда адам көп сөйлемей, в общем мына жақтағыларды атысты екен. Так отчашка, достар, отчашка қалай кеткендеріңізді көрдіңіздер ма? Қалай кеткенін просто бартта басына бартта бұрқыта алды. Енді достар, осы анақта адамдарға да отчашкасын просто тығып жіберем деген ойдамын. Так, давид етейік, қазір көресіздер енді отчашканы көрдіңіздер ма? Міне сіздер үшін осының бәрі сіздер үшін просто. Так, мынағанда өте керемет. Так, мынанкында енді мына блин, келді-ақ қойдың, ол нече бола береді, давид ете салайық, әйтпесе құтқарып дегендей. Так, мынаны енді не істейміз? Юмпимен енді катаклизммен өзіміз алып тастаймыз деген ойдамын. Двойной дробаш, прикинь, двойной дробашпен шықты, еба. Ну, достар, сіздер үшін мен смело тұрсам, 78 отчашка просто басына смело бар достар. Смело лайктарыңызды басыңыздар, давайте. Просто лайктарыңызды басыңыздар. Қазір М40 аламын достар, өйткені менде скин бар. Так, сол үшін так на дробаш патрондарын тастайын, диглдың отсын тастай салайын, ол нече диглмен просто табит етуге ғана керек. М40-қа достар, М40-қа көк кемек скин бар енді. Ауырама бірдеңе, еба, ауырама бірдеңе, істені таба алмайсақ, істені қойып атқан ес. Так, достар, енді арна тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар, просто сендер үшін достар. Және де ендігі видео пародия болған қалайсыңдар ма? Ендігі видео пародия болған қалайсыңдар ма? Ол қандай пародия болып отырсыңдар? Ол ютуберлердің дауысын салып пародия болған қалайсыңдар ма? Маған просто солақ идея түсіп тұр, былайша басқа идея жоқ достар. Кім қалайды? Арна тіркеліп лайктарыңды басыңдар, және де комментарий жазып кетіңіздер. Әр көріп отырған адам достар, просто комментарийге кірсін да, просто топ дейсасың болды достар. Осы ғана керек маған. Просто топ деген ғана керек достар. Ал қалғанда керек емес. Ұзақ жазам дейсіңдер, смело достар. Ұзақ жазам дегендерің болса да смело достар. Бірақ та достар, маған әр көріп отырған адам, өйткені менде актив просто осы каналымда мош болып жатыр. Сол мысалы мен бір каналымда, осы каналымда 120 адам көреді. Сол 20 адам көреді, бәрі лайк басып жатыр, ойлаңыздаршы. Бәрі лайк басып жатыр, 20 лайк, 20 комментарий, еба, просто жестко, еба, ал жақта шып болып өзің ашылып қалады, реально достар. Давайте бізде де сондай актив көрсетейік деген ойдамын. Енді 13 стенка смело барамыз. Осы соңғы раунд достар, осы раунд сіздер үшін просто алып тастаймын деген ойдамын. Арна тіркеліп лайктарыңызды басып отырыңыздар. Просто лайктарыңызды басып отырыңыздар достар. Және достар, қандай идея бар айтып кеткендей, сондай идеяларыңызды жазып отырыңыздар. Және достар, жаман комментарий жазудың қажеті жоқ достар. Жаман комментарий жазудың қажеті жоқ. Сіздерге сенемін. Так, енді достар, мына жақта адам келеді, осы жақтан алдынан күтіп алайық. Енді криса болғанға да жатады енді. Ну достар, енді сіздер үшін мен даже криса болмақты ойлап теге жетуге дайынмын. Так, мына жақта бір километр давай мәсан. Просто бұрқыт алды, еба. Так, анақтан стенамен барайтын болсам, бар анақта жүрді. Так, ешкім жоқ, кеттігенше достар, стенамен рашқа барамыз. Стенамен рашқа аламыз. Так, мынақтан стенкалар пусть М40 керек маған, бауырым. Ішімдектер. Так, достар, енді мынақтан қалай шығатынымызды білмей тұрмын. Стенканы жара салайық, бірақ патрон азын оқыртып қой дегенде болады. Нече болады? Так, стенкамен барамыз достар. Қазір көресіздер. М40 пен отчашкамды көресіздер енді. М40 пен отчашкамды тықсам, М40 пен отчашкамды тықсам көрдіңіздер. Ал енді былайша барлық оның денесін кесе енді. Білем. Мерсінің отчашкасы негіз ближнияға өте керемет кетеді достар. Ближнияға өте керемет кетеді. Сондықтан да осы видеоны қарап, Мерсінің отчашкасын қойып, өздерінде осындай видеолар түсіріп жүріңдер енді. Өте керемет видео болады деген ойдам. Тігінақтан алдынан атып жатыр, олын білмеймін енді кім екенін. Жаңағыдай осы жақтағы давайте көрейік. Мынау өзі маған жотағы рашқа келем дейді. Так,
Так, мынаны атамыз жоқ, тоқта. Так, достар, ачашық қалай кеткен көрдіңдер ма? Еба, ачашық просто ауық кетті. Давайте, пацаны, мен қорғалсыңдар. Аурасыңдар ма сендер? Достар, ачашын қараңдар. Просто 126-дан вроде үшеуі кетті ғой, еба. Так, осын ит жаман жыныма тиіп жүре бар ғой ше. Еба, ит десе ит екен. Мына екеуін не алып етіп жүр. Өздерің алып тастайсыңдар ма деп ойлап жатсам. Енді асайш, бауырым, асайш. Туф, ауырат кесің ғой сенде. Тым, Free Fire ойнамай көргесін ау дейм. Битфан достың надел маған осындай тиммейттарым чорт болады, еба. Басқаларын тиммейттар. Мына ойын аман ачашкысы болмаған, мен өте келмейді. Достар, енді көріп жатсыңдар, сіздермен бірге болған. Мен Олжа KZ. Амандықта жүздескенше сау болыңдар.